Аспандағы қазыналар дейді бүгінгі біздің тақырыбымыз. Бақытты жүрек бағдарламасында. Құрметті достар, армысыздар, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдармандар. Мінекей, расында да өте маңызды тақырып. Аспандағы қазыналар деп сен қалай түсіндіре аласың, Асеке, өзі тақырыптың өзін? Тақырыптың өзін қалай түсіндіре аласың дегенде, өзі түсіндіріп тұр ғой десе. өзі түсіндіре. Аспанда енді қазыналар бар шығар, енді жердегі сияқты емес, бірақ сондықтан енді аспанда көп нәрселер біз көрген жоқпыз, біз білмейтін нәрселеріміз көп қой. Ол өйткені киелі кітапта не дейді бізге? Басқа дүниедегілер күнәға батпады дейді. Әрине олар күнәға батпаған болса, ол жердегі нәрселер өте көркем, өте әдемі, өте жағымды, өте пәк, күнәсіз деп айтсақ болады. Әрине жер жүзінде де бұрын енді Адам ата мен Хауа апамыз күнәшілікқа батпағаннан алдын жер бетінде қаншама тағамдар, қаншама гүлдер керемет болған. Дұрыс емес пе? Ал қазір жер жүзінің бәрі, адамдардың бәрі, жануарлардың жер жүзінің бәрі күнәһар болғандықтан, әрине көп нәрсе солып, құрып, өзіміз көріп жатқандай міне болып жатыр ғой енді. Расында да тақырыптың өзі айтып отыр, аспандағы қазыналар деп. Енді бізде рухани тақырыптар ғой, достар. Рухани байлық жайлы анықтама. Сонымен егер де біздің сабағымызға жүгінетін болсақ, былай дейді: жер бетінде өздеріне дүние байлық жинамаңдар дейді. Оларды күйе жеп тот басады, немесе ұры бұзып кіріп, ұрлап кетеді. Қайта өздеріне байлықты көкте жинаңдар. Сол жерде оны не күйе жемейді, не тот та баспайды, ұры да бұзып кіріп, ұрлап кетпейді. Байлықтарын қайда болса, жүректерінде сонда дейді. Расында бүгін біз адамдар, өте қатты бай адамдар, жандерінде оққағарлар жүреді. Биік шаруақтар қояды, бейнебаялар қояды, жаңағы видеокамералар дейді ғой. Иттер, үлкен иттер. Неліктен? Өйткені олар қорқады өздері байлығынан. Ұрлап кетеді, тонап кетеді деп. Байлығың көп болған сайын, жүрегің сонда болып, сол үшін көп мазаланасың. Ал енді кішкене ойласақ, мына жаңағы аспандағы байлықтар туралы ойласақ, ең маңызды байлық бұл жерде мәңгілік өмір, иә? Сонда мәңгілік өмірде әрине көп нәрселерді жасай аламыз, Алла тағаламен бірге бола аламыз, мәңгілік бойы. 70 жыл емес, 80 жыл емес, мәңгілік бойы. Ол ең маңызды. Оған дейін жету үшін мінекей қазіргі айтылатын нәрселер өте маңызды. Исаның осы сөздерін практикалық өміріңізде қолдану арқылы қайталауға тырысыңыз. Аспанға қазына жинау үшін нақты не істеу керек деген сұрақ. Ары қарай қазір білетін боламыз. Үлкен байлық жинап, одан айырылып қалған адамды кім естіген? Біздің әлем өте құбылмалы орын. Соғыстар, қылмыстар, зорлық, зомбылық, табиғи апаттар, кез келген нәрсе көзді ашып жұмғанша болып, біздің жұмыс істегеніміздің және адал және ар ождан тапқанымыздың бәрін алып кетуі мүмкін. Содан кейін кенеттен өлім келеді және бәрі бізге пайдасыз болып қалады. Әрине жазба бай болу немесе байлық жинау күнә деп айтылмайды. Байлық ол мүмкін кей кезінде керекті нәрсе. Күнә дүние мүлікке құмар болу және ақшаға деген сүйіспеншілік. Бұл тармақтарда Иса бізге барлық нәрселерге мәңгілік көзқараспен қарауды үйретеді. Бірақ көкте қазына жинау деген нені білдіреді? Бұл біздің өмірімізде ақша табу емес, Құдайды және оның ісін бірінші орынға қоюды білдіреді. Басқаша айтқанда, қолымыздағы бар нәрсені Алла жолында пайдалану, оның патшалығын ілгерілету және басқаларға нығмет болу дегенді білдіреді. Мысалы, Құдай Ибраимды шақырғанда жер бетіндегі барлық әулеттерге батасын беру үшін ата, баба мен оның отбасын пайдаланғысы келді. Құдайдың досы атанған Ибраимға: мен сенен үлкен халықты өрбітіп таратамын, сені жарылқаймын әрі атыңды шығарамын, сен арқылы ақ батам басқаларға да жететін болады. Саған ақ батасын бергендерді мен жарылқаймын, ал кім сені жамандап қарғаса, соны мен қарғаймын. Сен арқылы жер бетіндегі бар ұлттар жарылқанады деп Алла тағала айтады Ибраим пайғамбарға.
сондықтан сенушілерге адал Ыбырайым бата береді. Біздің алдымызда оның алдында тұрған міндет тұр. Ақша өте құнды, өйткені онымен көп жақсылық жасауға болады. Құдай балаларының қолында олар ақша, тамақ, шөлдеген сусын, жалаңашқа киім, оларда жәбірленушілерді қорғау және науқастарға көмектесу құралдары бар. Бірақ ақшаның өзі өмірлік қажеттіліктерді қамтамасыз ету, басқаларды жарылқау және Құдайдың ісін ілгерілету үшін пайдаланылмаса, құмнан артық құндылыққа ие емес. Қазына қайда болса, жүрегінде сонда болады. Біздің жүрегіміз қайда, достар? Әрине, енді біздің жүрегіміз, ойымыз қай жерде болса, сол жерде болады. Ойымыз болғанда енді менің арманым қандай? Арманым жердегі ма, немесе бағана айтқандай мәңгілік жерде ме? Мәңгілік бойы Құдаймен бірге басқа дүниелерге барып көріп, ол жерде не болып жатқан, періштелер не істеп жатқан, Алла тағала қалай басқа дүниелерді жаратып жатқанын көру. Мұның бәрін тек қана 60-70 жыл бойы емес, мәңгілік бойы. Мәңгілік. Мысалы, осы ма байшылығың, осы ма тырысып атқан нәрсең, немесе жердегі тиындар үшін ба? Мысалы, енді ой қаяқтан болады, жүректен дейді ғой кей кезде. Сонымен босқа айтпайды, мысалы қазақтарда. Баланың ойы далада, ананың ойы балада дейді. Сол секілді, мысалы, кейбір адамдардың ойы енді жүрегі де айтсақ болды ғой, ойын тіке айтсақ, жүрегі. Кейбірдің жүректері бай болсам дейді, ал байдың жүрегі Құдай болсам дейді. Сонымен Құдай жердегі балаларына өлімнен де күшті сүйіспеншілікпен байланысты. Өзінің ұлын бере отырып, ол бізге көктегі барлық қазыналарды бір сыйға берді. Өмір, өлім және құтқарушының шапағаты, періштелердің қызметі, рухтың шақырылуы, әкенің қамқорлығы, барлық арқылы әрекет ету, аспан әлемнің тынымсыз мүддесі. Мұның бәрі адамзатты құтқару үшін. Өзінен бас тартып, өзіңді Мәсіхке беру арқылы сен Құдайлық отбасының мүшесі боласың. Ал әкенің үйіндегі бәрі сенікі болады. Бұл дүниеде де, о дүниеде де Алланың барлық қазынасы саған ашық. Періштелердің қызметі, Құдайдың рухының сыйы, оның қызметшілерінің жұмысы, мұның бәрі сіз үшін. Дүние ондағы барлық нәрселермен бірге, ол сенің игілігің үшін болса сенікі. Мінекей достар, осы 5-6 күндік тақырыпты, сабақтың басты тақырыптың басты ойларын аяғына жеткізіп, сенімізге аяғына келдік. Мінекенді арнайы сұрақтарымыз бар. Осы сабақтар арқылы сіз солаған жауап беруге тырысыңыздар. Құдайдың өз балаларына қаншалықты жомарт екенін біле отырып, бізге көптеген таңғажайып сыйлықтар сыйлағандықтан біз Забур жыршысын қайталаймыз. Жаратқан иенің маған жасаған барлық игі істері үшін мен не қайтарам, не қайтара аламын деген. Әрине біз ештеңе қайтара алмаймыз, өйткені бәрі Құдайдікі. Бірақ Құдайдың сізге берген барлық нығметтер мен сыйлықтарының тізімін жасаңыз. Оны сыныппен бөлісіңіз. Құдайға қаншалықты ризашылық білдіру керектігін тағы бір рет түсініңіз, құрметті тыңдармандар. Киелі кітап Құдайдың біздің жаратушымыз ғана емес, сонымен бірге құдіреті шексіз екенін үйретеді. Барлығын тек Құдайдың құдіреті ғана қолдайды. Галактикалар, атомдар, жүрегіміздің соғуы, баған айта кеткен дәсеге алдыңғы бағдарламаларда. Бұл киелі кітаптағы шындық бізге берілген нәрсені қалай пайдалануды, Құдай алдындағы міндеттерімізді түсінуге қалай көмектеседі. Бұл шындық біздің өміріміздің мәні мен мақсатына қалай әсер етеді. Мінекей достар, осымен бағдарламамыз аяғына келді. Сіздерді қуана ертең жаңа тақырыппен күтеміз. Ертеңге дейін сау болыңыздар. Сау болыңыздар достар.